Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, жылдам дайындалатын пирогтың жасалу жолын ұсынамын. Көп затты қажет етпейді, қант қосылмайды. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Дәмі тіл үйіретін, жұп-жұмсақ болып шығатын пирогты сізді жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар ұн, кез келген тосап, сұйық май, жұмыртқа және ас содасы. Ең алдымен ыдысымызға тосапты саламыз. Мендегі алмадан жасалған тосап. Сонан соң ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Менің каналымда көптеген пирогтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Келесі кезекте жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен тосап бөлме температурасындағы жылы болғаны дұрыс. Сонан соң жұмыртқаны тосаптың үстіне құямыз. Араластырамыз. Сұйық майды құямыз. Араластырамыз. Қалауыңызша кез келген тосапты пайдалануға болады. Алдын ала електен өткізілген ұнды аз-аздан сала отырып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Осымен қамырымыз дайын. Дайын болған қамырды формаға құямыз. Мендегі форманың диаметрі 18 см. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі, өз пешіңіздің ыңғайына қарайсыздар. Мінекей достар, өте дәмді тосаптан жасалған пирог дайын. Қалауыңызша бетіне қант ұнтағын себіңіз. Арасы толықтай піседі, жұп-жұмсақ болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін, жылдам дайындалатын пирогты сізді жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжолпан.